Алматы қаласы кран жүргізушілері жұмысымыздың аса қауіпті және жоғарғы жауапкершілікті екенін ескере отырып, және адамдардың өмірі мен денсаулығына тікелей әсер етеді. Сонымен қатар, соңғы жылдары инфляция деңгейінің өсуі, күнкөріс шығындарының артуы және нарықтағы орташа жалақы мөлшерінің өзгеруі біздің табысымыздың нақты құнын төмендетті. Соған орай, еңбек жағдайы мен жалақы мөлшерін қайта қарауды ресми түрде талап етеміз. Қазіргі жалақы мөлшері 15 жұмыс күні үшін 350 мың теңге. Нарықтағы жалақы деңгейін, инфляция өсімін және жұмыс ауырлығын есепке ала отырып, келесі ұсыныстарды бекітуді талап етеміз. 15 жұмыс күні үшін жалақы 750 мың теңге мөлшерінде белгіленуі және бір жұмыс күні, бір демалыс күні, бірде-бір ауысымдық жұмыс кестесін енгізу және сағат 6-дан кейінгі қосымша сағаттың бағасын 5000 болуды талап етеміз. Осы өтінішті алған күннен бастап 5 жұмыс күн ішінде ресми жазбаша жауап беруіңізді талап етеміз. Көрсетілген мерзімде шешім қабылданбаған жағдайда еңбек заңнамасына сәйкес өз құқықтарымызды қорғау шараларын қарастыруға мәжбүр болатынымызды хабарлаймыз. 6.04.26 жылы Алматы қаласы бойынша мұнаралы крандарды тоқтатуға мәжбүр боламыз. 30.03.26 жылы запись берілді.